Қайырлы күн, сіздермен бейбіт қыз Айдана. Бүгін сіздермен слива, яғни алхоры қосылған пирог пісіретін боламыз. Өте жұмсақ, және де жасау жолы өте тез. Және де кез келген жеміс жидекті қоссаңыздар болады, алма, тағы да басқа. Жақындарыңызбен тәттімен шай ішіп бергіңіз келсе, немесе қонақ келіп қалған жағдайда өте тез дайындалатын пирог. Және де оны сәтір келіп, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен пирог дайындамас бұрын қосатын заттарыңызды бөлме температурасында қойып қойыңыздар. 2 жұмыртқамызға қант салып, жақсылап миксерлейміз. Үстінен сұйық май құямыз, немесе еріп тұрған сары май құйсаңыздар болады. Және де жылы айран құямыз. Көп араластырмаймыз, бір рет қана. Және де бөлек ыдыста ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді қосып, яғни қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Ұнымызды бірден барлығын салмай, аз-аздан салып араластырамыз. Мінекей дайын. Дәл осылай болып шығуы керек. Енді пирог пісіретін формочкамызды дайындаймыз. Менде диаметр 20 болды. Сіздер өздеріңіздің пирог пісіретін табаларыңызға құя берсеңіздер болады. Және де фольгамен осылай жасасаңыздар, бірінші духовканың үлкен табасына қойып барып, үстінен жаңағы массамыз құямыз. Себебі фольга ауыр массаны көтермейді. Сливаларымызды турап үстіне қойып шығамыз. Немесе сливаны бөлек бір ыдысқа салып, қант, ванилин салып, жақсылап араластырып барып, жаңағы массамыз үстіне қойсаңыздар болады. Мен үстінен себе салдым қант ұнтағын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Пештеріңіз қатты қызып кетпесін, қатты қызып кеткен пешке салсаңыздар, ортасы піспей қалады. Мінекей дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнайды деген ойдамын. Тіркеліп, қоңырау басуды ұмытпаңыздар.